Кеңес одағының батыры гвардия сержанты Мартбек Мамраевтың 110 жылдығына арналған шара кітапхананың оқу залында өтті. Оған батырдың қызы Клара Мамраева, әскери мектептің ұжымы және туған туыстарымен, қызметтес болған әріптестерімен оқырман қауым қатысты. Шарада Мартбек Мамраев жайлы естен кетпес естеліктер айтылып, арнайы деректі фильмнің көрсетілімі болды. Тәрбиелік ретінде, патриоттық ретінде, отан сүйуші ретінде жастарға осындай кісілер үлгі болады деп ойлаймын. 40 жылға жуық тарихы бар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы батырды ұлықтап, оны ұрпақ жадында мәңгі қалдыру үшін айтарлықтай істер атқарып келеді. Бұл жолғы шарада Мартбек Мамраевтың ерлік жолдары жайлы кітап көрмесін ұйымдастырған. Онда Днепр өзенінен өткендегі ерлігі мен қаһармандығы баяндалған. Осындай шара көп өткізіле берсін, біздің батырымыздар еске ала берейік. Патриоттық сезімді жастарды күшейте берейік. Қазіргі кезде бізде ай сайын 60 адам келіп отыр. Алдымызда енді осындай шаралар өткізе береміз. Жас мамандар дайындай береміз, әскери техникалық мамандарды. Мартбек Мамраев Қарқаралы ауданы Ақжол ауылының тумасы. Майдандағы ерлік үшін бірнеше мемлекеттік наградалармен марапатталған. Ленин орденімен алтын жұлдыз медалінің егері. Ал соғыстан кейінгі жылдары, яғни бейбіт өмірде Қарағанды қаласындағы Киров атындағы шахтада партия ұйымын басқарған. Ленин аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы. Өмірінің соңына дейін химия металлургия институтында директордың шаруашылық жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. Иманды Боғыр Совет отағының батырымен Мартбек Мамраевпен мен 1970 жылдан бастап бірге еңбек істегенбіз. Жұмыс істегенбіз химия металлургия институтта. Бұндай істер өте керек, неге десеңіз, мына жастар осы біздің батырларымызды біліп, біздің о кісілердің еңбегін сыйлап, соларға қарап, біздің жастарымыз жақсы үлгі алады. Кеңес одағының батыры Мартбек Мамраевты ұлықтауға арналған арнайы шараның соңы мерекелік шағын концертке жалғасты. Онда қаламыздағы нөмір 2 өнер мектебінің дәстүрлі ән мұғалімі Жақсылық Ахметов жас қазақ үш арыс және басқа да әндерді домбырамен шырқап, қатысушы қауымды рухани сезімге бөледі. Сейітқали Әшім, Ернұр Жомарт, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.